Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім? Сіздермен бірге әдеттегідей Ардақ Әлбековна. Кім менің каналыма әлі жазылған жоқ, міндетті түрде қоңыраушаны басып, подписаться басып қойыңыздар. Менің видеомды соңына дейін тыңдасаңыздар, жақсы ақпараттармен бөлісесіздер. Ал ендеше кеттік. Бүгін мен сіздерге өз сабағымда пайдаланған мынандай сертификат, бағалау. Мысалы, Ақтайлақ би атындағы орта мектеп деп эмблемамызды бәрін қойып, сертификат дайындадым. Мына жерге сабақтың тақырыбын жаздым. Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы деген тақырыпта мен ашық сабақ өткіздім. Қазақ тілі 9-шы Ә сыныбында. Енді оған, мысал үшін, сабақ біткен кезде баланың біліміне қарай, мысал үшін 6 балл деп, міне 6 балдықтар, одан кейін міне 10 балдықтар дайындап алдым. Кім өз деңгейінде кереметтей жақсы жауап берсе, 10 балдан міне балаларға бағалау тәсілі. Одан кейін 8 балл дайындадым міне. 7 балдықтарды дайындадым. Енді бұл жерде әрі тақырыпқа байланысты, бұл жерде өзі құқыққа байланысты болғаннан кейін, осы адам құқықтарына жалпы сабақпен байланыстырып, осындай сертификаттар дайындап, міне 6 балға дейін бірнешеден дайындап, балаларды сабақ біткен кезде, бірден осы балалардың осы сабақтың бағалау кезінде балаларға, мысалы, бүгін, мысалы үшін, сен Сұлтанова Толғанай 9 балға жауап бердің. Мысал үшін, сен Ахатова Мәнсия 6 балға жауап бердің деп, бірден осы сабақтың соңында бағалаудың кезде сертификаттарды табыстап, өте бір сәтті бағалаудың түрі болып есептелді. Сол секілді сіздерге тағы бір сабақты, мысалы, біз сабаққа келген кезде балаларға, ал енді кім сабақ айтады деген кезде, балалар кейде мұғалім журналдың соңынан бастаңызшы, мұғалім журналдың басынан бастаңызшы деген дау-дамайлар туып кетеді. Сол кезде мен осы әрі қызықты, әрі өзіме ұнайтын, оқушыларға да ұнайтын осы бір тәсілді пайдаланам. Осыны әрбір кластың баласының атты жөндерін жазып, бұл үнемі менің сумкамда жүреді. Бұл өте жақсы, әрі ойын, әрі бір жақсы балалардың психологиясына жақсы бір әсер қалдыратын сабақтың сұрау түрі. Ол, мысалы үшін, мен аламда бұны партаның үстіне қоямын да, қарамай, араластырып, кез келген бір таяқшаны алып шығам. Бүгін сабақ айтатын Алтынай, мысалы, Алтынай сабағын айта береді. Міне, немесе аламыз тағы да, қарамаймыз, аламыз кім? Бүгін сабақ айтатын Күміс, бірінші болып сабақ айтады, немесе келесі болып сабақ айтады деп. Міне, бұл да бір өзімнің сабағымда пайдаланып жүрген қызықты әрі ойын, әрі жақсы бір тәсілдердің бірі. Сіздермен бірге болған әдеттегідей менің келесі видеом бұдан да жақсы болады, және сіздерге бір пайдасы тиеді деген ойдамын. Менің каналыма жазылмасаңыздар жазылып, келесі видеомды асыға күтеді деген ойдамын. Сіздермен бірге болған мен, сау саламатта болыңыздар.